кешегі советтік биліктің жаңағы сүтін еміп, советтік биліктің нанын жеген азаматтар кейіннен мемлекеттік сыйлықтың лауреаты болды, халық жазушысы болып, небір атақтарды алған, өзіміздің күні кешеге дейін аурамызда жүрген Әбділда Тәжібаев, мысалы, Мұхамеджан Қаратаев сияқты ағаларымыз, Сәбит Мұқановтар, көргендер барлығы интеллигенцияның атылуына, репрессияға ұшырауына тікелей себепкер болды. Мысалы, Әліби Жангелдинді біз адақтап қатты құрметтейміз. Ол Қызыл керуеннің басы деп. Сол Әліби Жангелдин 64 жастағы Байтұрсынұлын 71 жастағы шал болған Әлихан Бөкейханның өліміне тікелей себепкер болды ғой. Неге соны айтпаймыз мысалға? Әлиханнан ұрпақ қалған жоқ, Ахметтен ұрпақ қалған жоқ, Міржақыптан ұрпақ қалған жоқ, Шыңғысов деген болды, Тұңғашин дегендер болды. Олардың әлі ұрпақтары бар. Шәкәрімді 73 жасында атып тастаған Абзал Қарасартов деген кісі болған. Ұрпақтар әлі бар. Ұлттық қауіпсіздік комитетінде түрлі жерлерде қызмет етіп отыр. Жоқ, неге біз олар көрсетпейміз мысалға? Мен әлі түсіне алмайтын. Досып деген болған. Біздің қайраткерлердің бәрінің төбесін арыз жазып, донос жіберген. Мысалы, Барлыбек Сырттанның архивімен танысқанда, бұрын Барлыбек Сырттанұлы 1914 жылдың 26 қарашасында туберкулезден қайтыс болған дейді. Жоқ, кейін архивтен таптым, Михаил Фольбаум деген генерал болған, осы Жетісу әскери облыстық. Сол генералдың тапсырмасымен Барлыбек ату жазасына кесілген. Ең алғашқы құрбан Барлыбек. Ал Барлыбектің өліміне тікелей себепкер болған Жайық деген өзінің қатарлас жүрген азаматы, осы Матай елінің руласы Барлыбектің жақын айтқанда. Бірақ ол полиция жандармының агентурасы болған тыңшы ретінде. Оның Қара деген псевдонимі болған. Сол Қара деген атпенен Барлыбектің төбесін арыз жазып отырған мысалға. Сол сияқты совет заманда Ильяс Жансүгіровтің жазушылар одағының төрағасы болып, билікке келіп, қазақ жастарын қызметке алып, оқи алмай жүрген жігіттерді оқытып, ауыздарына жаңағы қолдарын емін-еркін жететіндей жағдай жасады. Соның біреуі Мұхамеджан Қаратаев болған. Оны Қазақ әдебиеті газетіне жауапты хатшы қылып қызметке алды. Бірақ Мұхамеджан Қаратаев Ильяс Жансүгіровтің төбесін арыз жазды, Ильясты соттатты. Ал кейін Фатиманың аяғы ауыр 37 жылы Болат өмірге әкелейін деп жүрген кезде, Фатима Гүлжамал Бейімбеттің әйелі үйіне келатқан кезде, Ильястың үйін бүкіл дүниесін далаға лақтырып Мұхамеджан жүр екен. Ай, қайным-ау, мұның не дегенде, сенің күйеуің халық жауының әйелі, бұл үйде тұруға хақы жоқ, бұл үй енді менікі деп, аналарды үйден қуып шыққан. Сол кезде ең ауыр үлкен диванды Гүлжамал мен Фатима көтеріп тұрғанда, ана ауыр диванды көтерім деп, Фатима толғағы жетпей, мерзімінен бұрын Болатты көшеде туып қойған сәттер болған. Оның барлығы күнделікте естеліктер жазылды. Сондықтан болашақта біз Алаштың мемуарлық, эпистолярлық құжаттарын сол сәтпен, сол күймен, сол қалпында сөйлетуіміз керек архивті. Сонда ғана біз ұлттық рухы мықты ел боламыз. Біз бұл жерде анау сатқын болды, мынау жауыз болды деп емес, тарихқа шынайы көзбен қарауымыз керек.